Тараздық арулар құрамы қыздардан тұратын көкпар командасын құрмақ. Ат құлағында ойнайтын Аида Ізбасар осы мақсатта бой жеткендердің басын қосып, баулып жүр. Сондай-ақ ол қыз қууға қатысатын бой жеткендерді де дайындайды. Ұлттық ойындарды жаңғыртып жүрген Атбек Арумен Данияр Әлімқұл тілдесіп қайтты. Қорқпа, енки. Енки. Ай, бәрекелді, бөлексіңе. Бас тақымға, бас. 7 жасынан атқа мінуді үйренген Аиданың қыл-құйрыққа деген қызығушылығы ерек. Таң сібірлеп атысымен торысына тартпа тартуға асығады. Өз секілді қыз балаларын атқа мінуден бөлек көкпар тартудың қыр-сырына баулайды. Әйел азаматтары жаугершілік заманда атқа мініп, ер азаматтардың бір жағында жүрген ешқандай қорқыныш жоқ. Мен аттың қасында өзім ерекше бақыт табам. Әсіресе шапқан кезде бүкіл уайымды ұмытасың. Еркіндік сезімі болады. Аттың үстінде жүрек соғысы жақсартады, адамның қан айналымы реттеледі. Аида алдағы уақытта көкпардан қыздар командасын жасақтамақ. Ал арасында Айша-Биба ауылының жеткіншектерін қыз қуу жарысына да дайындайды. 28 жастағы ұстаздың бүгінде 10-нан аса шәкірті бар. Ал ауыл тұрғындары Аида үйретпеген асау қалмады дейді. Осы мен атқа мінгелі бойымда бір күшті қасиеттер пайда болды. Мысалы, қорқынышты жойылды, сенімділік пайда болды. Менің алдағы уақытта арманым көкпар және де теңгелі қыз қуудан чемпион болғым келеді. Асауды асау демейді, жуасты жуас демейді. Небір асауларды үйретіп, ат жалын ұстап, біздің кейбір ер азаматтар жақындай алмай жүрген аттарды мініп, үйретіп, осы жерге ат салысып жүрген жер бар міне. Жас кәсіпкер жас шығысымен бие байлап, саба-саба қымыз пісет. Ал көктем соңында көкпар командасын құруды аяқтаймын деп отыр. Жылқының жалына жармасып өскен қазақтың қайсар қыздары аз емес. Ат баптап, асау мінген жамбылдық арулардың жігіттерден еш қалыспайтынын көрдіңіз. Қара көздеріміз құр сейілі серуен үшін емес, ұлттық ойындарды ұлықтап, дамыту үшін де қыл-құйрыққа қамшы салады чу жануар. Данияр Әлімқұл, Ғани Айдарқұл, Айқын ақпарат.